Әр өзінің ағандай болып кеткен. Қарасам футбол алаңы. Сосын болып кетуіме тура келді. Білуге болады. Жоқ келесі дос балам басаңыз атпай. Ерхан Қалмырзаның орнында Темірлан Анарбек. Бұл кезде Қазақстан тұрғындардың барлығы Қайратқа мысалы жанкүйер болады. Сен Қайрат клубында ойнадың. Деп ойлаймын мен негізі. Бірінде крашың бар шығар енді футболистар. Бір ұрыстар болып тұра ма? Кімге кеткеніне? Алаңға шығып дос бола алмайды ғой, дұрыс па? Иә, 6 жаста болдым. Ондай сөздерді айтуға болмайды. Қайрат пен Ақтөбенің футболшылары араласпауы мүмкін ғой, иә? Мен үшін Алматыға көшіп, ұрысып дегендей. Қазақ болыптым. Бұл және мен деген сияқты. Ең командалық ойындардың қиын. Директоры маған жазады. Клубыңа сәттілік. Барлықтарыңызға сәлем. Бұл менің алғашқы шығарылымым, және мен әлем бойынша миллиондаған адамды біріктірген тақырыптан бастағым келіп отыр. Яғни футбол. Осы тақырыпты талқылауға арнайы Алматыдан келген, әрі өзінің ағандай болып кеткен СТС клубының ойыншысы, мықты футболист Қасен Айтвар. Сәлем Резок. Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. Көріп отқан жаңдарға. Иә, келіп отыр Алматыдан. Қош келдің Астанаға. Қош көрдік, қалайсың? Жақсы, өзің көңіл-күйің қалай? Шүкір, бәрі жақсы. Көңіл-күй жоғары деңгейде десек, қателеспейміз, иә. Жалпы екеуміз қанша жыл таныс болсақ та, мен сенің осы футболға қалай келгеніңді білмейді екем. Футболға жалпы қызық әңгіме. Әкем, мен үйде жатқан, балалық шақ, жасым 6-та. Сөйтіп, әкем үйге келеді. Балам жүр, бір жақты көрсетем мен саған деп. Қалай киінем, киіне бер дейді. Сөйтіп, күнде аулада ойнап жүрген киімді кием, шортик, футболка, сандали кием. Сөйтіп, көлігіне отырдық, бардық бір жаққа. Келді, қарасам, футбол алаңы. Сосын қазір тренировкаға барасын дейді. Сөйтіп, тренировкаға барды. Тренер айтады, мынау жасы қаншада қатты кішкентай емес па дейді. Сосын жасы 6-та, нормально дейді да, әкем. Сосын сөйтіп, аяқта сандали бірақ. Сандали шешіп кірсін поляға деді да. Жаңа ойнадың ғой, сен бірінші футболында. Сөйтіп, бірақ ол кезде тренировка қанша көп болған жоқ, бір жарты сағаттай ма жүгірген шығармын, жетеді деген сияқты. Сөйтіп, аяғын қара сандалиді кидік та. Ұнады ма деді әкем, ұнады дедім, болды. Сөйтіп, баратын болдық, сөйтіп, содан бері күнде жаттығу, күнде тренировка. Сонда сенің футболға келуіңе әкең түрткі болды? Иә, әкем апарды, солай. Сол кезде балалық шағында өзің үлгі тұтқан бір футболист болды ма? Иә, ол кезде Неймар де Сильва Сантос Джуниор дейтін атын білесің ғой, бәрі атауы полностью. Иә, сол кезде Неймар как раз Сантостан Барселона дейтін клубқа ауысқан. Сол кезде барлығы танып, бразилиялық футболшы деп кәдімгідей. Соның бейне баяндарын YouTube'қа кіріп қарап, тамсанып. Сен сонда сол кезде 6 жаста болдың, иә? Иә, 6 жаста болдым. Ол кезде білетін, мысалы, компьютермен қалай айналысу керек екен, қалай кіріп YouTube'қа бір нәрсе жазу керек сияқты ол кезде. Иә, бір грамотность дейді жоқ, қалай болса солай жаза саласың, шығады әйтеуір Неймар, соны көресің, тамсанып. Мен комнатамда Неймарды соншалық жақсы көремін, комнатамда төсегімнің қасында Неймардың фотолары бар. Біз бұны білмеппіз. Балқаштағы үйде Неймардың фотосы, екі фотосы қойдым. Соны, ксерокопия дейтін центрлар бар ғой, соған барып, 20 теңгемді беріп, распечатка шығарып. Яғни сен футболда Балқаш қаласында бастадың, иә? Иә, өзім туған қаламда Балқаш қаласында бастадым. Ал қазіргі таңда ше өзіңе бір ұнайтын, үлгі тұтатын футболист бар ма? Қазіргі таңда Ливерпульда Райан Гравенберг дейтін нидерландық футболшы бар. Сосын ең қатты ұнайтын қазір ол Педри дейтін, өзімнің сүйікті клубым Барселонада. Педри дейтін испандық футболшы бар, 8-ші номерлік, сол
өте әр ойын сайын әр ойын қараймын. Барселонаның ойындарын өткізбеуге тырысамын. Сол Несімен айтыл футболист саған? Несін үлгі тұтасың? Жалпы менің позициямда ойнайды біріншіден. Екіншіден олар техникасы өте жоғары деңгейде. Ондай техниканы жалпы футбол әлемі әлі көрмеген деп ойлаймын. Сондықтан оларды Хави, Инеста дейтін футболдың легендалары дейді ғой. Сондай футболисттарға тимейді. Сондықтан сөйтіп ойлаймын. Ал Қазақстанға келсекші белгілі бір клуб, ойыншы бар ма өзіңе ұнайтын? Қазақстанда жалпы дос балам, Дасан Сатпаев қазір жарып жүр. Сол дос иншалла жақсы орындарда, жақсы бір жоғары деңгейдегі бір клубтарда, әлем мойындайтын бір клубтарда ойнайды деген үміттеміз. Челсиға кетіп бара жатыр деп естідік. Оны барлық Қазақстан естіді деп ойлаймын. Ойынын көріп жүрсіңдер. Сондықтан краш дейді ғой. Яғни саған Қайрат клубын айтады, түсінген бойынша? Жалпы өзім Алматыдан тұрғандықтан Қайрат клубының жаңағы қалай болмасқа. Қайрат клубы жалпы Реал Мадридті алып келді Алматыға. Расымен де Қайрат футболды жаңа деңгейге көтерді десек болады. Яғни Қазақстан өзінің футболдағы прайм арасында жалпы қазақстандықтардың барлығы қазір футбол қарайтын сияқты. Қыздардың барлығы Қайраттың жанкүйер Қайраттың футболшыларын іздеп, краш деп солар. Осы Реал Мадридтің келуі бір үлкен рөл ойнады десек те болады біздің қоғамда. Шынымен де көбісінде қызығушылық пайда болды. Өзің осы матчқа бардың ба? Алматыда бір күшті атмосфера болған сияқты. Матчқа бара алмадым. Алматыда шынымен де көшелерді жауып, мысалы Реал Интерконтиненталь дейтін отельде болған. Интерконтинентальдің барлығын сатып алған. Дәрежесі сондай мықты. Жалпы қаражат көп, оларға бөлінеді. Жалпы Алматыдағы ең үздік отельдердің бірін толықтай жалдап алған. Сөйтіп аэропорттан қарсы алып, әуежайдан қарсы алып, жалпы әуежайдың өзі кептеліс болып қатты. Бауырсақпен біздің қазақтар күтіп алдым. Вип терминалдан қарсы алып. Сен қалай ойлайсың, осы Қайраттың Реал Мадридті жеңуге мүмкіндігі болды ма? Болды, әрине. 58-ші ма секундта, 56 секундта Сатпаевты көрсеңіздер, баспен соғуға мүмкіндік болды. Жалпы бірінші минутта егер Қайрат соқ кетсе мүмкін есеп басқаша болар ма еді, соңғы есеп. Яғни жеңуге бізде мүмкіндік болды. Болды, әрине, егер жалпы бүкіл жерде мүмкіндік бар, жалпы мен ойымша. Шынымен де. Сондықтан сөйтіп ойлаймын. Болмайтын еш нәрсе жоқ. Мен де сөйтіп ойлаймын. Ал сол ойында ойнаған, мысалы, Шерхан Қалмұрза бар, Дастан Сатпаев, тағы сол ойыншылар туралы көзқарасың қандай, не ойлайсың? Жалпы бұндай матчтарда, яғни ойлаңыз, Қайрат ойлаңыз деп, саған ойла, мысалы Қайрат пен Реал ойнап отыр. Реалда қаншама жұлдыздар бар. Сол матчта өзіңіз білесің қанша жұлдыздар бар. Тіпті сол матчқа жалпы основной состав дейді ғой. Жалпы сол клубтың жұлдыздары составы шықты. Әдетте ондай матчтарға ондай жұлдыздар шығармайды, өйткені жарақат алып қалуы мүмкін деген сияқты. Мен шынымды айтсам білмеппін ол туралы. Жарақат алып қалуы мүмкін. Көп қой факторлар. Суық олар үшін, мысалы, ол кездегі ауа райы. Бірақ сонда да ұпай жоғалтқысы келмеген Реалдың тренері жұлдыздары бар составты шығарып отыр. Соларға қарсы төтеп берген, мысалы, Шерхан Қалмұрза бар. 4 гол өткізсе де, 5 гол өткізсе де, мүмкін егер Шерхан тұрмаса, басқа біреу тұрса, ол жерде 10 гол өткізуі мүмкін еді, кім біледі. Қаншама керемет сейфтар жасады. Енді қателеспесем, бұл Шерхан дебюті болды ма? Лига чемпионов дейтін сол турнирда дебюті болды. Солай. Бірақ енді ол жерде барлығы деңгейге байланысты ғой. Мысалы, футболшылардың деңгейі өте жоғары. Ол жерде бір футболшы біздің бүкіл клуб сияқты тұрады, мысалы.
сөйтіп иә сондықтан жалпы солай. Ал сен қалай ойлайсың, осы Шерхан Қалмырзаның орнында Темірлан Анарбеков тұрғанда қалай болар еді? Енді Темірлан Анарбеков мен үшін Темірлан Анарбеков мықтырақ. Иә, Темірлан Анарбековтың арқасында мысалы Қайрат сол Лига Чемпионстың яғни тәжірибесі көбірек Шерханға қарағанда. Барлығы тәжірибеге байланысты, ол жасына байланысты, яғни Шерханға аға болып келеді ғой, сондықтан иә сөйтіп ойлаймын. Қателеспесем, сен Қайрат клубында ойнадың, иә? Жалпы қалай келдің, шығуыңа не себеп болды? Иә, Қайрат клубында ойнадық. Ол 2018 жылы жалпы анам айтты, бір деңгейде тұра бермей, Балқашта ойнап жүрмін ғой мен, бір деңгейде тұра бермей, басқа бір келесі жоғарылау деңгейге өтейік деген сияқты. Сөйтіп іздеп Қайратқа өтініш беріп, яғни тренировкаларыңызға келейікші деген, көріңізші біздің баламызды деген сияқты. Жасың қаншада болды? Жасым 2018, 12-де, 11-де болды. Сол. Сөйтіп барып алды, сөйтіп Алматыға көшуімізге тура келді. Қайратсында себеп болды ғой сенің Алматыға көшуіңе. Жалпы керемет, сенің ата-ананың қолдауы осы жолға әкеліп, және сен үшін Алматыға көшіп, бұл шынымен де керемет деп ойлаймын. Сосын жалпы бапкермен бір келісімге келе алмай кетуіме тура келді. Сөйтіп 2020 жылы кеттім. Жалпы негізі осы бапкерлермен әрдайым оңай бола бермейді ғой. Ондай болып тұрады. Бірақ сондай кезде қалай күрессе болады, естесе болады? Жалпы бұл сын ғой футболда, әлемдік футболда қаншама сын айтылып жатыр. Мысалы, егер бір футболшы бір ойынды онша емес өткізсе, қаншама сын хейт дейді ғой. Қаншама хейт төгіледі үстіне мысалы. Жалпы ондай заттарды мән бермей, суыққандықпен қарау керек деп ойлаймын. Осы футбол командалық ойын, осы командалық ойында сендерде өзара бір ұрыстар болып тұра ма? Ұрыстар, бұл енді футбол алаңда бұл эмоция ғой. Яғни тіпті жанкерлер де сөздерге жанкерлер сөйтіп мысалы қолдап жатса, бұл ана жерде футболисттер жалпы егер қатты бір настрой ұстаса, жаңағы көк алаңды жыртуға да дайын деп ойлаймын. Сонда жанкерлердің қолдауы сендерге әсер етеді? Әрине. Ойлаңыз енді Қазақстанда мысалы 20 мың, 30 мыңға стадиондар, оның өзі тек қана Реал дейтін сияқты клубтар келгенде ғана толады. Немесе Қайрат Ақтөбе дейтін матчты білесің шығарсыз. Сол кезде ғана толады. Ал Европада мысалы 80 мыңдық стадиондар, 70 мыңдық стадиондар, ол кезде тіпті футболисттер алаңда өз-өздерін естімейді. Андай жанкүйерлердің дауысынан, қолдауынан өз-өздерін естімейді. Солай жалпы. Бірақ сол атмосфера керемет. Шынымен де отырып көргеннің өзі бір күшті эмоция. Өзің де білесің, мен бұрын футболға деген мүлдем қызығушылығым болмады. Қазір қызығып бастадым, матчтарға бара бастадым. Арасында өзің де билеттермен көмектесіп тұрасың. Жазыпсың алдында. Қай орындарды алайын деген сияқты. Жалпы мысалы осы көрініске де қарап айтуға болады, Қазақстанның қазіргі праймерасы болып жатыр деген сияқты. Ақынды естіледі негізі. Жалпы қаншама қазақстандықтар қазір мысалы мен ойлаймын, қазіргі кезде қазақстандықтардың барлығы Қайратқа мысалы жанкүйер болып, жалпы өйткені Қайратқа әлемдік деңгейде өнер көрсетіп жатыр ғой. Сол жалпы, бірақ көбінесе солардың ішінде мен қыздар деп ойлаймын. Өйткені қазір TikTok желісінде сол біздің жалпы қазақ балдардан көптеген видеороликтар талқылануға түсіп жатыр. Тіпті балалар да қазір краш деп соған қаласты. Жалпы өзінде крашың бар шығар енді футболисттардың арасында деп ойлаймын. Бірақ енді сондықтан солай дым білмесе де, еш нәрсе білмесе де матчқа келіп билет алып жалпы негізі ойлаймын әлеуметтік желі, яғни бұқаралық ақпарат құралдары бұл өте үлкен
ресурс, яғни Иә. сол арқылы мысалы бір футболшыны яғни көп Сынап тастайды адамдар. немесе бір футболшыны видео салып, ол фанаттарға ұнаса бірден ол танымал болып кете алады. Иә, расымен де сондай болып кетті. Сондай жағдайлар орын алып жатыр қазір. Жалпы қалай айтса болады, әлеуметтік желілер бір шетінен бізге пайда келсе де, бір шетінен кері әсерін де беріп жатыр. Шынымен де кейбір жас футболисттар тырысып жатса да, бірден адамдар сынап тастап, сол жаққа комментарий жазады. Жалпы бірақ ол менде негізі ауыр ол. Бірақ ол менде күресу білу керек қой, мысалы. Ол да мүмкін, ол да бір тәжірибе, мысалы сыннан өту дейтін, сыны шыдау дейтін, жалпы менде сөйтіп ойлаймын. Ол адамға байланысты ғой, мүмкін біреу сабақ алады, біреу мүмкін көңіл аудармайды әркім өзіне әрқалай деген сияқты, қабылдайды деген сияқты. Сен өзің осы Қайрат пен Ақтөбенің матчы туралы айтып кеттің, иә. Олардың арасында да көбінесе қалай айтса болады, қарама-қарсы пікір бір-біріне, әлеуметтік желілерде де мысалы бір-бірін қалай айтса болады екен, ұрсып дегендей, сол футболистерге әсер етеді деп ойлайсың ба? Жоқ, әрине футболистерға деген, бірақ екі клубтың арасындағы қарым-қатынасқа әрине әсер етеді, өйткені егер олардың фанаттары мысалы бір-бірімен келіспей қалса, енді футболисттер алаңға шығып дос бола алмайды ғой, дұрыс па? Иә, ол да рас. Сондықтан кәдімгідей принципиальный дейді ғой, принципиальный соперник дейтін термин бар, яғни бір жылдар бойы бір тарихы бар, сол бір дербидің, жалпы сол бір екі команда арасында бір нәрсе болған деген сияқты, бір жалпы тарих бар. Жалпы Ақтөбе Қайрат матчында өзім бір 4-5 рет болған шығармын. Мен мүлдем болмаппын. Ол жерде енді атмосфера кәдімгідей. Бірақ мен ойлаймын, Қазақстандағы ең адал фан базасы бар клуб бұл Ақтөбе. Себебі мысалы Қайраттың матчына егер Қайрат бір таблицадағы бір ортадағы командамен ойнаса, жалпы бірінші орындағы емес, онда біздің орталық стадионға аз адам келеді. Ал Ақтөбе матчында Ақтөбе бір маңызды емес, любой командамен ойнаса, әрқашанда жалпы стадион лық толады. Шынымен де мен соны байқадым, себебі мен Астана Ақтөбе матчында болдым. Және сол жерде де ақтөбеліктердің жанкерлері көбірек болған сияқты. Және соңына дейін жанкер болып қолдайтындары керемет негізі. Ойлайсың, олар Ақтөбеден Астанаға келеді. Ондайлар да бар, жеткілікті. Әрине, енді Астанада көп емес ойлаймын, Ақтөбеліктер жалпы батыстан негізі бар. Бар, бірақ аз ойлаймын, мысалы батыстан солтүстікке көбінесе келеді олар, өйткені Қайрат пен Ақтөбе ойнағанда, Қайрат Алматыда ойнағанда ақтөбеліктер кәдімгідей келіп, сол жерде өзінің қолдауын көрсетіп. Негізі күшті. Жалпы бұндай енді көруге, бұл енді жаман жақпен бітпесе болды ғой, там төбелес, сол онда обратная сторона медали дейді ғой, сондай да. Жиі көріп тұрамыз сондай жағдайды. Яғни Қайрат пен Ақтөбенің футболистері, футболшылары араласпауы мүмкін ғой, Жоқ, енді бұл енді жалпы матч басталған кезде дос жоқ деп айтады да. Матч басталған кезде, футбол алаңында дос жоқ, бірақ матч бітеді, барлығы бір-бірімен қол алысып, сөйлесіп. Қазіргі мысалға Ақтөбеде 6-7 Қайраттың ойыншысы бар. Жалпы сондай статистика бар. Көптеген Қайраттың ойыншылары Ақтөбеде ойнап жатыр. Сондықтан бұл тек қана деловые отношения дейді ғой, тек қана поледа кәдімгідей жұмыстарын бітіріп деген сияқты до конца ойнап, сосын ойын біткеннен кейін қол алысып, сөйлесіп, өйткені бәрі бір-бірін таниды, бір ұлттық құрамада ойнайды. Енді бәріміз бір қазақпыз дегенде. Менің өзіме әрдайым қызық болған осы футбол бітеді, ойын бітеді, содан кейін футболистер не істейді? Бірге отырып шай іше ма? Әркім өз үйіне кетіп қала ма? Жалпы ол ойынның қалай бітуіне байланысты ғой. Мысалы, жеңсеңдер басқаша, жеңілсеңдер басқаша. Жеңсеңдер әрине барлығының көңіл күйі тамаша, қуанып, пицца жеп дегендей. Бірақ жеңілсеңдер пиццаға мысалы тәбеті жоқ, адамдардың пиццаны жегісі келмейді. Жалпы. Бірақ әр клуб бөлек. Әр клубтың подход дейді ғой, подходы әртүрлі. Сондықтан мысалы егер
клуб жеңілсе бапкер келіп сөйлеп қатемен жұмыс жасап дегендей, ал жеңсе барлығын дұрыс жасады деген сөз ғой жалпы. Сондықтан жалпы жай жеңіспен құттықтап душқа барады, сөйтіп тамақ ішеді, отбасыларына қайтады. Адамдар өйткені сағынып үйлерінде бала шағасы күтіп отыр дегендей. Сен өзің айтып өттің, қазір бапкер мысалы сын қателік айтуы мүмкін деп. Сендер сол сынды қателікті қалай қабылдайсыңдар? Әсер ете ме сендерге? Ол әсер етеді, бірақ оны оңай қабылдау керек. Бірақ егер мысалы бір нәрсе болмай қалды, жалпы ол бапкердің өзіне де байланысты. Бапкерлердің әртүрлі шешімдері болады. Біреу айғайлайды, біреу жарайды, ойнай берсін деген сияқты. Кешіріммен қарайды. Сол, бірақ олмен жалпы сынды көтере білу керек дейді ғой. Жалпы футболда болмаса да, өмірде, қай салада болмаса да жалпы. Қолдаймын. Жалпы мен осы әлеуметтік желілерде байқаймын, киім ауыстырып білмесінде, немесе алаңның сыртында өздерінің билерің, бір күшті атмосфера бар екен, Жалпы ол жаңа біз айтып өткен, ол жеңіске байланысты. Ол жалпы ол көбінесе ойынның соңында, жалпы өлең қосып. Басында болмайды. Басында ондай жалпы ондай настрой дейді ғой. Әр футболистта өзінің настройы болады ойынға дейтін. Бүкіл адамда сондай ғой. Ондай кезде әрине өлең қояды, бірақ ондай көңілді емес, жалпы грустный ма қалай? Жоқ, спокойный дейді ғой. Бір қалыпты немесе андай бір мотивация беретін өлеңдер қояды. Ал егер жеңсеңдер, ол кезде билеп, кәдімгідей. Бірақ жалпы мысалы профессионалды клубтарда тренер бермейді ғой мотивацияны. Ол кезде жалпы футболисттің өзі береді, ішінде бір адам болады. Мен жақында ғана сол туралы білдім. Әр футболисттің өз рөлі болады екен, позициясы. Бір мотиватор, лидер деген сияқты. Жалпы футбол алаңында ғана емес позициялар, жалпы раздевалканың ішінде де жалпы рөлдары болады. Біреу тыныш отырады, біреу әңгімелеседі, біреу балдарға бір нәрсе айтады, сен былай істе, сен былай істе деген сияқты. Сенің рөлің қандай? Менің рөлім енді жалпы балалармен сөйлесу деп ойлаймын. Жалпы команданың көңіл күйін көтеру. Рух беру ма сонда? Мүмкін, рух беру, жалпы былай шеңберде жиналып, сөйлеп. Қандай сөздер айтасың? Ондай сөздерді айтуға болмайды. Жақсы. Ол кезде бір ашуланшақ бір настроймен шығамыз да. Жыртайық деген сияқты, әрине. Басқаша қалай жеңесің? Қазақ болып енді намысты қолдан беруге болмайды. Жалпы сондай настроймен шығасың. Қызық әрине. Жалпы футбол ойыншыларының өмірі қызық деп ойлаймын мен өзім. Маған да соңғы кездері қызығып жүр. Әсіресе кәдімгі уже жоғары деңгейдегі профессионал болған футболшылардың жалпы өмірі қызық деп ойлаймын. Әрине, бәрімізге қызық негізі. Ал саған кім шабыт береді осы? Маған шабыт керек емес деп ойлаймын мен негізі. Бірақ білмеймін, по умолчанию дейді ғой. Барам, уже әр тренировкаға барған сайын рахаттанам, бір жаным бір тыныштық табатын сияқты ма. Терапия ма? Футболдан кірем бітті. Шумоподавление режим қосылады. Негізі күшті екен, өзіңе ұнайтын. Жалпы барлық мәселе дейтін мәселе, үлкен бір мәселелер жоқ мысалы өмірде, Аллаға шүкір. Бірақ соның өзінде де мысалы оқуды ұмытып, басқаларын ұмытып деген сияқты, футбол алаңына кіргенде тек футбол және мен деген сияқты. Сондықтан сөйтіп ойлаймын. Осы футболисттер гол соққанда және соқпағанда не сезінеді осы? Соқпағанда өте қатты. Енді бәріміз жанкүйерлер қоса. Көңіл күйі түседі. Енді бірақ ондайды да егер мысалы гол соқпай қалсаң, көңіл күйін түседі ғой, бірақ ол ұзақ болмау керек. Бір секундтар ғана. Түсті, болды, ұмыттың. Әрі қарай жалғастыру керек ойынды. Егер өйткен сен сол моментте назарды аудара беріп зациклен болсан, сол моментке ойындағы фокусыңды жоғалтып аласың. Сондықтан секундтар ғана, сосын болды, ұмытып, жаңа болды уже, ол өтіп кеткен момент. Оны қайтарып алмайсың. Сондықтан келесі моментке көше беру керек деген сияқты. Ал енді гол салған моментте енді бұл бөлек
бөлек атмосфера. Енді Сендермен бірге сезінеміз негізі. Иә, мысалы ойлаңыз енді 80 мың бір бар фанат орын бар стадионға стадион лық толы дейсің, бәрі сеніп тұр саған. Барлық сеніп тұр, сен гол салдың, барлық фанаттар сенің атыңды айғайлап жатыр. Сен өзіңді естімей жатсың. Сенің праймераң басталады сол кезде. Жалпы эйфория деп айтсақ болады. Эйфория дейтін термин бар. Сол эйфория деп айтсам болады. Менің ойымша. Жалпы сол. Керемет сезім негізі. Осы екеуміз қанша жыл таныс болсақ та, мен сенің футболды тастаған келген сәтті көрмеппін. Жоқ, ондай болды ма негізі? Шынды айтшы. Ондай. Шынды айтайын ба? Жоқ, жалпы ондай болған жоқ. Болған жоқ деп ойлаймын. Шүкір. Осы ісімді жалғастырамын. Бір логикалық соңына дейін жеткіземін деп ойлаймын. Біз саған сенеміз, мен сенеміз. Рахмет. Яғни болашақта өзіңді осы салада көресің. Иә. Ал өзіңе бір ерекше қолдау беретін адам бар ма? Адам бар ма дегенде қолдау беретін адам бар, иә. Кім екен білуге болады? Жоқ, келесі. Егер өзіңді осы салада көрсең, бір арман ететін нақты клуб, лига бар ма? Әрине, бұл бала кезден, сол кезде Неймар мысалы Барселонаға көшті деп айттым ғой. Басында, Барселона дейін клуб арманым, жалпы. Бала кезде әр матчты өткізбеймін дедім, сол Барселона дейін клуб мен үшін арман. Барселона көрсем бір жылайтын сияқты өкіріп деп ше, кәдімгідей сөйтіп Барселона. Ойнағың келеді. Әрине. Испанияға көшесің ғой сонда. Бірақ болды енді. Мүмкін болар болмай бір Алла біледі, бірақ енді бұл арманым, сөйтіп соны армандаймын. Жоқ, мен сенің қолынан кететініне сендім, сен өзің күшті андай. Жақсы адамсың, жақсы футболистсің дегендей. Сен өзің бағана айтып өттің, мысалы футболға жоғарғы оқу орнынан шаршаған кезде бір күшті көмек береді деген сияқты ше. Сол футболист үшін маңызды ма жоғарғы оқу орнында? Жалпы кез келген адам үшін бір база болу керек деп ойлаймын. Бір оқу, бір білім базасы деп ойлаймын. Жалпы сана болу керек адамда, біріншіден сол. Жалпы мен ойымша бұл маңызды. Яғни сен футболистердің оқуын қолдайсың, бірақ оқуын қолдаймын дегенде міндетті түрде емес, 5-ке оқып деген сияқты. Әрине, бірақ біліп, кәдімгі талпынып, бір ынтамен оқу деп ойлаймын. Байқағанымша көбісі тек футболдың жолымен кетеді екен. Жалпы көптеген футболисттер сабақ мүлдем оқымайды, тек футбол ойнай берді болды. Жалпы өзі жақсы оқып, жақсы футбол ойнайтын футболисттер аз өзі негізі. Әлемдік футболда да жалпы статистика бойынша. Футбол, қалай айтса болады, қиын командалық ойындардың бірі. Жарақат алу көп қой негізі? Жалпы жарақат алу рискі дейді ғой. Жарақат алу мүмкіндігі өте жоғары. Әр ойын сайын жарақат алуға болады мысалы. Мұндай кездерде не сезінесіңдер? Қиын ғой негізі. Сенің карьераң жабылып қалуы мүмкін ғой осы сәттен бастап. Бір сәтте, мысалы, адамның ойында не бар екенін білмейсің, біреу жынданып, мысалы, сені итеріп, теуе салуы мүмкін, сол жақтан аяқ кет қалып, мысалы, сондай да моменттер болуы мүмкін, жалпы. Бірақ өкінішті негізі көп футболисттер өстіп. Бірақ профессионалды футболист ешқашан өйтпейді деген ойлаймын, деп ойлаймын. Жынданып, әдейі біреуді сындырып дейді ғой. Енді. Бәрібір де қалайса болады. Карма бар. Әрине, дұрыс. Сен өзің 6 жастан айналысасың. Қанша? 12 жыл өтті, футболмен айналысып жүрген. Өзіңнің көп тәжірибең де бар. Осы тұста жас футболистерге қандай мотивация, қандай кеңестер айтасың? Жалпы тренировкалар жасау, сабақ оқу, ата-ананы тыңдау дейтін үш базовый бір кеңес деп айта аламын. Тренировка жасау, өткізбеу, дисциплина ғой, ең бастысы. Мотивация біткен жерде дисциплина басталады дейтін сөз бар. Сол, жалпы дисциплина бьет класс дейтін тағы бір сөз бар. Сондықтан, сонда футболист үшін ең басты дисциплина болса болды, Ал футболист ретінде өзіңді қалай сипаттайсың? Үш сөзбен. Ой, жоқ. Сипаттай алмай. Қалынан келеді. Давай. Бабаларсыздар ма? Енді мен көзқарасым бойынша сен андай талпынысың, күшті, андай. Сабақты бәрін қатар алып жүрген баласың. Бірақ білмеймін енді, қиын екен сөзін шыны керек, өз-өзін сипаттау. Жарайды онда.
вопростарға көшейік. О, давай. Таңдау берем. Енді екеуін біреуін өзің таңдайсың. Тез жауап беруге тырыс енді. Рональдо немесе Месси? Месси. Таңғы жаттығуды жасағанды жақсы көресің бе? Иә. Ақтөбе немесе Астана? Қиын. Астана. Вау! Принцип. Тактика немесе жылдамдық? Тактика. Оң аяқ немесе сол аяқ? Оң аяқ. Милан, Интер? Милан. Жеңіс немесе әдемі ойын? Жеңіс. Қорғаныс немесе шабуыл? Шабуыл. Жанкүйер шулаған немесе тыныш стадион? Жанкүйер шулаған. Гол соғу, пас беру? Пас беру. Капитан болу немесе жұлдыз ойыншы болу? Қиын. Жұлдыз ойыншы болу. Вау! Премьер-лига немесе Ла Лига? Ла Лига. Ал енді мен саған сұрақтар қоямын, сен қысқаша бір сөзбен жауап берсең. Сүйікті нөмірің? 10. Сүйікті ойыншың? Месси. Ұнамайтын ойыншы? Винисиус. Ұнамайтын лига? Франция лигасы. Ал ұнайтын лига? АПЛ. Сенің позицияң? Жартылай қорғаушы. Ал ұнамайтын позиция? Орталық қорғаушы. Сүйікті футболдағы ойын стилін? Шабуылдау. Қай елдің футболын таңдайсың? Испания. Ұнайтын стадион? Камп Nou. Ал ұнамайтын стадион? Орталық стадион. Оң аяқ немесе сол аяқ? Оң аяқ. Енді Қайраттан кеттің, қандай клубқа бардың, ауыстың? Иә, жалпы бұл тағы бір қызық жағдай деп айтсам болады. Қайраттан кеткенімді біліп, СТС клубының жалпы директоры маған жазады. Өз шақырмасы? Иә, өз шақырады, бізге келіп ойна, көрейік сені деген сияқты. Ұнайды саған деген сияқты сөйтіп қалам, маған ұнады. Ауысу қиын болды ма? Ауысу қиын болды, жалпы командадағы балаларға деген сөйлесу, жалпы коммуникация қиын болды сәл басында, бірақ сосын бәрі жақсы болды. СТС командасы мықты болды өте. Сосын бірақ түсініксіз себептерге байланысты балалар бұрынғы состав кетіп қалған. Қазірде балалар мықты. Өзіңе ұнайды ғой? Иә, әрине. Өзіңді болашақта осы клубта көресің бе? Иә, жалпы бір профессионалдық бір лигаға шықсақ, әрине көремін. Күшті, керемет. Сонда сен СТС-те 2020 жылдан бері ойнайсың? Иә, 2020 жылдан бері ойнаймын. 5 жыл өтті. Иә, 5 жыл жалпы сол команданың шалдардың бірі деп айтсақ болады. СТС клубының Қайраттан айырмашылығы бар ма? Иә, әрине бар. Қайратта профессионализм жоғарырақ деңгейде деп айтсақ болады. Жалпы бапкерлердің көз қарасы футболға деген жалпы өкінесің бе кеткеніне? Жоқ. Өкініш жоқ, мүлдем жоқ. Осы сұрақтар арқылы сен жақынырақ білдік. Көп рахмет. Арнайы келгеніне Алматыдан, алдағы ойындарда сенің клубыңа сәттілік. Сен жоғары белестерден көретінімізге сенімдіміз. Рахмет, сенің шақырғаныңа рахмет. Жалпы рахмет, көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар. Осы шығарым аяқталды. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Дышать можно?